8 сынып геометрия пәні бойынша 4-48 есепте центрі сын нүктесі 1-2 нүктесінде болатын және OX өсін жанайтын шеңбердің теңдеуін жазыңдар. Келесі есеп 4-49 центрі -3-4 нүктесінде болатын және координаталар бас нүктесі арқылы өтетін шеңбердің теңдеуін жазыңдар деп берілген. Бізде 4-48 есеп шығару үшін центрі сын нүктесі координатасы 1-2 болып берілген және OX өсін жанайтын. Бұл жағдайда біз мына формуланы қолданамыз. X минус А-ның квадраты қосылған Y минус В-ның квадраты тең R квадратқа деп шеңбердің екінші теңдеуін қолданамыз. Бұл жердегі А деп отқан сан бізде 1-ге тең, В деп отқан саным 2-ге тең. Олай болса, біз радиус тауып алуымыз керек. Радиус тең 2 минус 0-ге. Сонда бізде 2 деген сан шығады. Олай жазамыз. X минус 1-дің квадраты формулаға саламыз. Қосылған Y минус 2-ның квадраты тең 2-ның квадраты R-ге 2-ге тең болды. Олай болса, X минус 1-ның квадраты қосылған Y минус 2-ның квадраты тең 4. Бізде шеңбердің теңдеуі шықты. Біздер жазамыз. Жауабы X минус 1-дің квадраты қосылған Y минус 2-ның квадраты тең 4-ке деген шеңбердің теңдеуі шықты. Келесі 4-49 есеп. Бұнда бізге берілген центрі O нүктесінің -3-4-ке тең координатасы және бұл жерде нүктесіне болатын және координаталар бас нүктесі, координаталардың бас нүктесі А нүктесі деп алатын болсақ 0-0 болады. Арқылы өтетін шеңбердің теңдеуін жазайды. Сонда бізде радиусын тауып аламыз. Радиус деп отқанымыз ОА. ОА-ның орнына қояйық шеңбердің теңдеуіне салып. 0 минус 3-дің квадраты қосылған 0 минус 4-дің квадраты. Ол деп отқанымыз 3-дің квадраты қосылған 4-дің квадраты. 3-дің квадратын білеміз 9 қосылған 16. Төрасында 25 шығады. 25-тен шығады 5 деген сан. Олай болса формулаға саламыз. X минус А-ның квадраты қосылған Y минус В-ның квадраты тең R квадрат деген формуланы қолданамыз. Осыған салатын болсақ, X бұл жерде А деп отқаным минус 3-ке, В деп отқаным 4-ке тең. X минус плюс 3-те береді квадраты қосылған Y минус 4-дің квадраты тең бізде R 5 болды. 5-дің квадраты. Олай болса жазамыз. X плюс 3-дің квадраты қосылған Y минус 4-дің квадраты тең 25-ке. Жауабы біздің шеңбердің тең. Мынадай шығады екен шеңбердің теңдеуі. X плюс 3-дің квадраты қосылған Y минус 4-дің квадраты тең 25-ке тең деген шеңбердің теңдеуі шығады.